Қазіргі ұрпақ біле бермейтін, бірақ жадыңда тұрар жаңғырып демекші бір музыкалық ұжым бар. Ол қыздардан құралған Айгүл вокалды аспаптар ансамблі. Халық әндерімен танымал қазақ композиторларының ел санасында жатталған әуендерін орындауда ерекшеленген топ 1969 жылы 8 наурызда Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының жанынан ашылған еді. Өнер ұжымына мемлекет және қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібеков мұна өзі айдай жарқырап гүлдей жайнайтын ұжым ғой. Ендеше Айгүл деп атаңыздар деп ақ батасын берген. Әнші композитор Ескендір Хасанғалиевтің жетекшілігімен Айгүл ансамблі дүниенің төрт бұрышын шарлап ел абыройын асқақтатты. Бұл Айгүлдің алтын дәуірі болатын. Досмұқасан ансамбліде 68 жыл олар құрылды. Біз 69 жылы. Яғни Досмұқасан ансамблімен де біздер шетелге бірнеше шықтық. Францияға бірге бардық, Польшаға бірге бардық деген сияқты. Радиодан біздер сөйлеп жатқан уақытта, мына тікелей эфирде Қазақстанның бір жерінен звондады. Осы Досмұқасан мен ансамбль Айгүл екеуі бір құстың екі қанатындай деп. Бір құстың екі қанатындай деп. Алдымыздың өзі 70-тен асты. Жақында ғана бір қызымыз 70-ке келтіген. Ән айтып қана қоймай, домбыра, қобыз, асатаяқ, шертер, ритм және соло гитара сынды аспаптарды шебер меңгерген музыканттар өнерін ел жоғары бағалады. Қазақ қыздары КСРУ аумағында түгел аралап шыққан. Сол кездегі ең танымал «Алло, біз таланттарды іздейміз» бүкіл одақтық байқауын бағындырған соң, Мәскеуде 1980 жылы өткен Олимпиадада ән шырқауы оның даңқын одан әрі асқақтатты. Тағы бір ерекшелігі, әнші қыздар ауыл-ауылдар аралап, тіпті шопандардың үйіне дейін барып ән салудан жалыққан жоқ. Әншер қауым пластинкаларын жаппай сатып алып, дүниеге келген бұрымдыларға Айгүл есімін қою белең алды. Алматыда Қыздар ұлттық педагогикалық университеті аңызға айналған Айгүл атты шығармашылық кеш ұйымдастырғанда сахнаға алдымен Айгүлдің бұрынғы құрамы шықты. Оқу орны өзінің 75 жылдық мерейтойына орай өнер ұжымының алғашқы мүшелерінің басын қосып құрмет көрсетті. Қазақ өнерінің тарихындағы құбылыс деп бағаланған әншілердің әрқайсысы қазір ардақты ана, асыл әже. Ал университет Айгүл вокалды аспаптар ансамблінің үнін әуелете бермек. Қазақ қыздар педагогикалық университеті педагогикалық қызметпен қатар қазақ елінің мәдениеті мен өнеріне де үлкен үлес қосқан. Соның бір айғағы осы Айгүл ансамблінің ұйымдастырылуы. Біз осы Айгүл ансамблінің құрамын жоғалтпаймыз. Әр жылы кастинг жасалып, біз жаңадан қыздарды құрамын жаңартып отырамыз.